Баршаңызға сәлем. Өткен сабақта біз ондық бөлшектер туралы өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта сол ондық бөлшектерге амалдар қолдану туралы өтетін боламыз. Ондық бөлшектерге қосу амалын пайдаланайық. Мысалы, 4,57 деген санға 3,38 деген санды қосайық. Оны біз бағандап қоссақ болады. Бөлшектің сонынан қосамыз. 7 мен 8 қосамыз. 15. 5-ін салып 1 ойда. 5 пен 3 қостық 8, ойдағы 1 мен 9 болады. Содан соң 4 пен 3 қосамыз 7. Және өтірдің астына жазылып, өтір болып қалады. Біздің есептің жауабы 7,95. Дәл осындай бір мысал келтірейік. 17,2 мен 2,9 қосайық. Өтірді өтірдің астына жазамыз. 17,2-ні астына өтір қосқанда 7-нің астына 2 түседі. 2,9 қосайық. Және мына жерде көріп отырғаныңыздай 2-ден кейін сан жоқ. Оны 0 мен толтыруға болады. 0 мен 9-ы қоссақ 9, 2 мен 0-ді қоссақ 2, ал 7 мен 2-ні қоссақ 9. Содан 1 түсіп, 19,129 деген жауапты аламыз. Тағы бір мысал келтірейік. 0,13 пен 0,04-ті қосайық. Өтірді өтірдің астына жазамыз. Содан соң мына жерде бос орын тұр, оны 0 мен толтырамыз. 0 мен 4-ті қосқанда 4, 3 пен 0-ді қосқанда 3, 1 мен 0-ді қосқанда 1. Сонда бізде 0,134 деген санды аламыз. Ондық бөлшектерге азайту амалын қолданатын болсақ, дәл сол банағы қосу амалы секілді бағандап өтірдің астына өтір жазуымыз керек. Содан соң азайтамыз. Мысалға 4,57 мен 3,38-ді азайтайық. 7 мен 8 азайтатын болсақ азайтылмайды. Сондықтан 5-тің 1 ойын береміз. 5-тің 1 бүтіні берілгенде 17 мен 8-ді азайтуымыз керек болады. 17 мен 8 азайтқанда 9. Енді 5-тің 1 ойы беріліп 4 қалады, 1 болады. 4-тен 3 алатын болсақ 1 болады. Сонда жауабымыз 1,19 деген санды аламыз. Тағы бір мысал келтірейік. 17,2 мен 2,9-ды бір-бірінен алайық. Өтірді өтірдің астына жазып, бағандап жазамыз. Сонынан азайтамыз. 0 мен 9 азайтатын болсақ азайтылмайды. Сондықтан 2-нің 1 бүтінін береміз. Ол 10 болады. 0 мен 10-нан 9 азайтатын болсақ 1. 2-нің 1 бүтіні беріліп 1 қалады. 1-ден 0-ді алатын болсақ 1. Содан соң 7 мен 2-ні алатын болсақ 5. 1-дің өзі жазылып түседі. Сонда 15,11 деген санды аламыз. Тағы бір мысал келтіріп жіберейік. 0,13 пен 0,04-ті азайтайық. Өтірді өтірдің астына жазамыз. Және бағандап сонынан бастап азайтамыз. Бұл жерде бір бос орын тұр, оны 0 мен толтырамыз. 3-тен 1 ой келіп 10, 10-нан 4-ті азайтатын болсақ 6, 3-тің 1 бүтіні берілген соң 2, 2-ден 0 азайтатын болсақ 2, 1-ден 0 азайтып 1, 0-ден 0 азайтып 0. Сонда 0,126 деген санды аламыз. Енді көбейту амалына көшейік. Көбейту амалында біздер ондық бөлшектерді қарапайым натурал сан ретінде көбейтіп алып, содан соң өтірмен айырамыз. Мысалы, 4,57 мен 3,38-ді көбейтейік. Оны көбейту үшін 457 мен 338-ді бағандап көбейтеміз. 7 мен 8 көбейтіледі, 56, 6-сын салып 5 ойда, 8 мен 5 көбейтіледі, ол 40, ойдағы 5 пен 45, сол 5 салынып 4 ойда, 8 мен 4 көбейтіледі, 32, ойда мен 36. Содан соң астыңғы 7 мен 3 көбейтеміз, 21, 1-ні салып 2 ойда, 5 пен 3 көбейтілгенде 15, ойдағы мен 17, 7-ні салып 1 ойда, 4 пен 3 көбейтілгенде 12, ойдағы 1 мен 13. Содан соң соңғы 3-ті көбейтеміз, дәл сол сияқты көбейтіледі. Сол жаза салсақ болады. 1371. Соны қосатын болсақ 6, 14, 4-ні салып 1 ойда. Содан соң 13, ойдағы 1 мен 4. Сонда 154,466 деген санды аламыз. Және оны өтірмен айыратын болсақ, қараймыз. Бірінші санда бізде өтірден кейін 2 сан. Ал екінші санда өтірден кейін 2 сан. Сондықтан өтірден кейін 4 сан болу керек. Мына екі сан бір-біріне қосылып
4 сан болу керек. 4 сан айыратын болсақ, бұл жерде 15 теңгені үтір қою керек болады. Сондықтан есептің жауабы 15,10,466 деген санды аламыз. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы 17,10,2 мен 2,109-ды көбейтейік. Алдын ала айтайық, үтірден кейін неше сан болатын? Үтірден кейін 3 сан болады. Себебі 17-ден кейін 1 сан, ал 2-ден кейін 2 сан бар. Екеуі бір-біріне қосылып 3 сан болады. Енді бағандап көбейтейік. 172 мен 209-ды көбейтеміз. 9 мен 2 көбейтіледі, 18. 8-ні салып 1 ойда. Содан соң 7 мен 9 көбейтіледі, 63. Ойдағы 1 мен 64. 4-ні салып 6 ойда. 9 мен 1 көбейтеміз, 9. Ойдағы 6 мен 15. Енді 3 санды 0-ге көбейтетін болсақ 0 болады. Келесі 2-ні көбейтейік. 2-ге көбейтеміз 4, 7-ге 2 көбейтеміз 14. 4-ні салып 1 ойда. 2-ге 1 көбейткенде 2, ойдағы 1 мен 3. Енді қосып шығайық. 8, 4, 9, 5, 3. Сонда біз 35,948 деген санды аламыз. Себебі үтірден кейін 3 сан болу керек деп айттық. Енді бөлу амалына көшейік. Егер ондық бөлшектерді бөлетін болсақ, оларды онға жылжыту арқылы натурал санға айналдырып аламыз. Мысалы, 12,6 мен 2,4-ті бөлейік. Оларды онға жылжыту арқылы 26, ал екінші сан 24 деп аламыз. Осыдан 26 мен 24-ті бөлетін болсақ, ол 12,6 мен 2,4-ті бөлгенге бір-біріне тең. Енді 26-ны 24-ке бөлейік, оны бағандап бөлейік. Мен сіздерді бағандап бөліп білет деп ойлаймын. Натурал сандарды сонда бөлейік. 26-ны 24-ке бөлгенде 24-ті 6-ға көбейтетін болсақ, 26-тан асып кетеді. Сондықтан 5-ке көбейтейік. 5-ке көбейтетін болсақ, 5 4-ін 20, ал 5 2-м 10. Сонда 20. 26 мен 20-ны азайтатын болсақ, 6 шығады. Енді 6-ның қасына бір 0 тіркеуіміз керек. Себебі 6 24-тен кіші болып қалды. Сондықтан 0 жазамыз. Жазғандықтан 5-дің қасына үтір қоюымыз керек. Осыдан 24-ті бір санға көбейткенде 60-қа жақын сан болу үшін оны 2-ге көбейтуіміз керек. 3-ге көбейтсек көп болып кетеді 60-тан. Осыдан 4 2 8, 2 4 48. 60-тан 48 азайтатын болсақ 12. 12-ның қасына тағы бір 0 тіркейміз, 20. Енді банағыдай 5 береміз, 20-дан 20 алынып 0 бар. Сонда біздің есептің жауабы 5,125. Егер 12,6 мен 2,4-ті бөлетін болсақ, 5,125 шығады. Ал егер 26 мен 24-ті бөлетін болсақ, 5,125 шығады. Екі бір-біріне тең болады. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, 3,5 пен 1,122-ні бөлейік. Оны 10-ға жылжыту арқылы натурал санға айналдырамыз. 3,5 10-ға жылжытамыз, 35, ал 1,122-ні жылжытқанда 12,12. Енді келесі тағы да жылжытуымыз керек. 12,12-ні натурал санға айналдыру үшін. Онда тағы да бір жылжығанда 0 тіркеліп 350 болады. 35-міз. Ал 12,12-міз 122 болады. Сонда 350 мен 122-ке бөлгеніміз бұл 3,15 пен 1,122-ні бөлгенге тең. Яғни 350 мен 122-ні бөлейік. Осыдан бағандап бөлейік. 2-ні берейік. 22-ні 2-ге көбейтетін болсақ 244. 350-ді 244-тен азайтатын болсақ 106 шығады. 106 әрине 122-ден аз, сондықтан қасына 0 тіркейміз. 22-ні 8-ге көбейтетін болсақ 1060-қа жақын сан шығады. 976. 1060-тан 976-ны азайтатын болсақ 84 шығады. 84 әрине 22-ден аз, сондықтан 0 тіркейміз. 840-тан арғай 6-ны береміз. 22-ні 6-ға көбейтетін болсақ 732. 840-тан 732-ні азайтатын болсақ 108 шығады. 108-дің қасына 0 тіркейміз. Дәл банағыдай 8-ді береміз. 976 солай азайтылып кете береді. 3 санын тапсақ, сол жазсақ болады. 2,868 деген санды жауап ретінде жазсақ болады. Тағы бір нәрсе айтып кетейік.
Егер ондық бөлшекті 10, 100, 1000 деген секілді сандарға көбейтетін болсақ, онда өтіріміз 10 жаққа жылжиды. Ал егер 0,1, 0,100 деген сияқты төмен сандарға көбейтілетін болса, онда өтір сол қарай жылжиды керісінше. Оған мысал келтірейік, 12,15-ті 10-ға көбейтетін болсақ, бізде 125 шығады. Ал егер 100-ге көбейтетін болсақ, 2 жылжып 1250 шығады. Ал егер дәл сол 12,15-ті біз 0,1-ге көбейтетін болсақ, онда керісінше солға жылжып 1,125 шығады. Ал 0,101-ге көбейтетін болсақ, онда 0,125 шығады. Ал бөлу амалына келетін болсақ, онда соған қарама-қарсы болады. Мысалға 12,15-ті 10-ға бөлетін болсақ, онда солға 1 жылжып 1,125 шығады. Ал егер 10-ға 0,1-ге бөлетін болсақ, онда 10-ға жылжып біз 25 деген жауапты аламыз. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.